Дәріхана арнасына хош келдіңіз. Бүгін сіздермен ала тікеннің пайдасы туралы және қайдан алуға болады, қанша теңге тұратыны туралы пайдалы ақпаратпен бөлісемін. Видеоны көрмес бұрын міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Дәріханада бағасы арзан осы шөптің денсаулыққа көмегі көп. Оны радикулит, артрит, құрысулар, несеп шығарудың іркілуі, бауыр, көкбауыр, өт тасжолдары аурулары, өт шығару жолдарының қабынуы, холецистит, гепатит, колит, геморрой, терінің аллергиялық аурулары, таздану, псориаз, безеу жағдайында қолданған жан өкінбесі анық. Бауыр мен асқазан ауруы. Бір ас қасық дәріханалық өсімдікке 200 мл ыстық су құяды. Оны эмаль ыдыста бетін жауып, су моншасында 30 минут қайнату керек. Дайын болғанда қайнатпаны бірнеше қабатталған дәкемен мұқият сүзіп алып, 200 мл болғанша үстінен қайнаған су құю қажет. Оны таусылғанша күніне 3 рет, бір ас қасықтан тамақтан 20 минут бұрын ішеді. Бұл тұнба беттің безеуін және бауыр ауруларын, асқазан ішек жолдарын және ішектерді тазалау үшін де тиімді әрі зиянсыз. Ала тікен гепатитті жеңеді. 30 грамм ұсақталған ала тікен тұқымына 500 мл су құйыңыз. Оны баяу отта жартысы қалғанша қайнатыңыз. Бетін жауып, жылы орап, 10 минутқа қалдырыңыз. Сосын сүзіп алып, таңғы 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін әр сағат сайын бір ас қасықтан ішу керек. Емдеу курсы 21 күн. Одан кейін 2 апта үзіліс жасап, қайтадан 21 күн ішеді. Ағзаны уыттан тазарту үшін дәріханадан ала тікеннің тамыры мен шөбі аралас қоспасын алу керек. Тұнба әзірлеу үшін 2 ас қасық ұсақталған шикізатқа жарты литр қайнаған су құйыңыз. Оны жылы орап, түнге қалдырып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып, қолдана беруге болады. Күніне 3 рет жарты стаканнан ішуге болады. Улану кезінде күніне 3-5 рет бір ас қасықтан әр 1,5-2 сағат сайын ішеді. Емдеу курсы симптомдарды толық жойылғанға дейін қабылдауға болады. Сәулелік және химиотерапия жүргізу кезінде бір шай қасықпен күніне 4 рет әр 6 сағат сайын ішеді. Ішу арақашықтығы қатаң қадағалау керек. Одан әрі қарай 20-25 күн бойы бір шай қасықтан күніне 4 рет ішуді жалғастырады. Бір шай қасық ала тікен тұқымын 250 мл қайнаған суға салып, 10-20 минут тұндырыңыз. Сүзіп алып таңертең аш қарынға, түскі астан 30 минут бұрын және кешкі ұйықтар алдында бір стакан ішеді. Ол ас қорытуды жақсартады, бауырды тазалайды, көңіл күйді жақсартады. Тамақ қабынуын жояды. Ол үшін жарты литр өсімдік майына 5-6 шай қасық ала тікен тұқымын салыңыз. Оны зәйтүн майы құйылған ыдыстағы су моншасында 10-15 минут қайнатыңыз. Сосын өсімдік тұқымын сүзіп алып тастаңыз. Оны ауырған буындарға тамақ қабынуында жұқалап жағып жүруге болады.